Әдебиеттік оқу. Ағаштар неге ашуланды? Шығарманың авторы Бердібек Соқпақбаев. Балалар жазушысы. Оқу мақсаты. Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйене отырып, оқиғаның соңын болжау. Жер бетінде ауаны тазартудың жолы ағаш отырғызу, яғни көгалдандыру. Неге олай дейді екенбіз? Өйткені өсімдіктер лас ауаны жұтып, таза ауаны шығарады. Ал таза ауа тірі организмдерге, адамдарға, жануарларға және де өсімдіктердің өздеріне де өте қажет. Халқымыздың аталы сөзіне зер сал. Ер азаматтың 3 парызы бар екен. Алдымен ұрпақ әкелу, екінші үй салу және ағаш егу. Мәтін авторы Бердібек Соқпақбаев аталарының балалық шағы өте қиын, жоқтықта өткен. Оның қалай мектепке барғандығы туралы естелік әңгімені тыңдап көрелік. Бердібек мектепке барғанша асығатын, бірақ барарға киіп барар оның аяқ киімі жоқ еді. Бірақ мектептегі бар қызықтан, білімнен қалғысы келмеген Бердібек анасы берген шелекке шоқ салып, ақ қардың үстімен жалаң аяқ жүгіретін. Аяғы тоңа бастағанда шелектегі шоққа аяғын салып алатын. Одан соң қайтадан зырлап мектепке дейін жүгіріп баратын. Ал сен есіңде ме? Мектепке қалай келіп едің? Бердібек аталарыңның ұлы жазушы екендігін, оның балаларға арнап шығармаларының көп екендігін әлде де алдағы уақытта танысып білетін боламыз. Біздер бүгін ол кісінің «Ағаштар неге ашуланды» тақырыбындағы мәтін мазмұнымен танысатын боламыз. Шын мәнінде ағаштар ашулана ала ма? Ағаштар неге ашуланады екен? Оны білгің келсе, мәтін мазмұнын оқы. Бөлімде ағаш отырғызу апталығы өтеді. Одан соң шыбықтар қурайды. Алмабектің жаман қылығын Ну орман естіп қалады. Ағаштар ашуланып кәріне мінді. Алмабек кәрі еменнің әңгімесін тыңдады. Кәрі емен оған қатты зекіп ұрысты. Не себепті екен? Алмабек кешірім сұрады. Неге кешірім сұрады Алмабек? Сенің ойың мәтін соңын болжа. Мәтін соңын болжау үшін алдымен мәтін мазмұнын толық оқып шық. Қалай ойлайсың? Алмабек дұрыс іс істеді ме? Әлде дұрыс емес істеді ме? Кәрі еменнің Алмабекке зекіп ұрысуы дұрыс болды ма? Сонда ағаштар ашулана ала ма екен? Сен Алмабектің орнында болсаң, не істер едің?